Ассаламу алейкум. Қайырлы таң, барлықтарыңызға сәлем. Лид-кодтан алып отырыңыздар. Мұнда бір кішігірім есеп бар, әдемі. Жаңа ғана осыны бір новичоктардың Дискордта шығарып отқанын көргем. Соны өзім түсіндіріп шығара салайыншы деп шештім. Өйткені пайдалы болуы мүмкін екен түсіндірмесі. Енді жалпы лид-код деген не? Лид-код деген бұл сайт. Ішінде программистерге арналған есептер бар. Easy, medium, hard level. То есть жеңіл, орташа, қиын 3 деңгейге бөліп қойғанда есептерді. Сосын осы есептерді шығарып отыру арқылы сіздің деңгейіңіз өсе береді. Мен өзім негізі шынымды айтсам әлі сол easy-ларды шығарып жүрмін. Разминкаға, сондай ой жаттықтырғанға жақсы, және де кейбір өзің білмейтін нәрселерді біліп қаласың. Тіпті осы easy level'дің өзінде де біраз нәрсе үйренуге болады. Жақсы, кеттік. Енді мұн жерде өмірден алынған мысал берілген. Жалпы программирование ол өмірде бар проблемаларды шешу үшін керек нәрсе ғой енді. Осы программа құрып отқан кезде шын өмірде қалай солай ойлану керек та. Жаңа новичоктардың бір қатесін байқадым, олар бірден есеп шығаруға кетіп қалады да. Бірден есеп шығаруға кетіп қалады, сөйтіп батып қалады. Неге? Өйткені алдын ала кішкене жоспарлап алмаған соң, ойды қорытып алмаған соң, сондай қателіктерге бой алдырады. Мынандай есептерді көрген кезде асықпай әуелі бүкіл сөзді оқып алу керек. Мына жерде артық сөз жоқ та. Мына жердегі әрбір қатар ол қандай да бір мақсатпен қойылған сөйлем да. Енді не дейді? Біз лимонад сатушы адам екенбіз. Лимонад сатушы адамбыз, және әр лимонадты $5 сатамыз. Бізге енді адамдар келеді, сол адамдардың барлығын сдачаларын дұрыс қайтарып қанағаттандыра алам ба, жоқ па, соны анықтайтын функция құру керек маған. Енді ереже бойынша бір уақытта бір адамға қызмет көрсете алам. Бірінші адам келіп тұрма, оған қызмет көрсетпей келесі адамға өтіп кете алмаймын. Түсінікті? Міндетті түрде осыған әуелі лимонатын берем, сатып алады, сосын оның сдачасын қайтарам, сосын бар келесі адамға өтем. Енді есептің ережесі бойынша келген адамдар міндетті түрде 5, 10, 20 деген купюрамен келеді екен. Осылардың біреуімен келеді. Соған сәйкес біз амал етуіміз керек. Енді мысалға лимонад $5 тұратын болса, адам егер $5 келген болса, оған ешқандай сдача қайтармайым, тура сол $5 аламда мә деп лимонадын бере салам. Егер $10 келсе не істеймін? $5 сдачасын қайтарам. Егер кассада бар болса, кассада жоқ болса, бітті. Менің есебім фолс қайтару керек. Мен барлығын қанағаттандыра алмайды екем деп. Сондай қысқа жауап қайтару керек. Егер $20 болатын болса, мен қарайым. Кассада $15 шығаратындай ақша жатыр ма? Ол екі түрлі вариантта болуы мүмкін ғой. Біреуі $10 және $5 қайтаруыма болады, немесе 5-5-5 сөйтіп $3 мен қайтаруыма болады. Так, егер бүкіл очередті толықтай сдачаларын дұрыс беріп қайтарып шықсам, тру қайтарам. Егер әйтеуір біреуіне сдача қайтара алмай қалсам, бітті, фолс қайтарам. Бірінші мысал дейді. Бірінші мысалда не деп тұр? Инпутқа беріледі мына очередь. Очередтегі адамдардың ақшасы 5 адам кепті. $5, $5, $5, $10, $20. Енді осы қазір мен істеймін. Біріншісінен сдача қайтармайым, $5 алам, лимонатын берем. Келесі адам оған да сдача қайтарып керек емес, $5 алам. Кассада уже екі $5 бар менде. Енді үшінші адам келді $5 мен. Одан да алам. Ешқандай сдача қайтарып керек жоқ. Лимонатын $5 тұрады. Бердім, оның да $5 алып алдым. Енді одан кейінгі адам, мұнда ол уже $10 мен кеп тұр. Демек мен оған уже сдача қайтаруым керек. Қанша қайтарам сдача? Лимонад $5 тұрады, демек $10-ға $5 сдача қайтарам. Менде кассада мұна 3 $5 бар еді ғой, бағаннан бергі алдыңғы клиенттерден қалған. Солардың біреуін берем. Сөйтіп менде кассада не қалады? $5 және мына кісінің $10 қалады. Сосын келесі адам, ол 20-лықпен кеп тұр екен да, оған кассадағы
2 5 долларлықтың біреуін берем, және 10 долларлықтың біреуін берем. Жақсы. Сөйтіп барлығына значит дұрыс қайтарам, сөйтіп true қайтарам. Келесі есепте де true, дәл солай. 5 доллар 5 доллар, 10 долларға мына 2 5 доллардың біреуін берем, сөйтіп оның да значитсін дұрыс қайтады. Үшіншісінде бірінші адамнан уже значит қайтара алмаймын. Өйткені есептің шарты бойынша менде кассада 0 болып тұрады, ең басында 0 болып тұрады. 10 долларлық кеп қалса, мен бірден false қайтарам. Өйткені менде не жоқ, кассада 5 доллар жоқ. Сосын мұнда бұда да солай. Мына 2 5 долларлықты без сдачи қызмет көрсете алам. Кассаға 2 5 долларлық келеді, бірақ ол екеуін мына жаққа жұмсап тастаймын. 10 доллар және 10 долларды. Кассадағы 2 5 доллар осылардың сдачаларына кетеді. Енді кассада менде 2 5 доллар емес, 2 10 долларлық қалды. Енді мына жерде 20-лық кеп тұр, оған 15 бере алмаймын. Өйткені мұнда 10, мұнда 10. Екеуінің біреуі 5 болған кезде беруге болушы еді. Сөйтіп, значит бере алмай қалған соң false қайтарам. Бопты, енді есеп шығарайық. Так, енді есепті барынша қарапайым ойлай берсек те болады. For бойынша жүгіріп өтейін. Менде айтпақшы шығарған тіл JavaScript. Let тең 0 и кіші buildings и плюс деп цикл бойынша жүгіріп отырмын. Енді мен қарайым. Егерде менде келген адамның ақшасын сұраймын ғой. Мен шын өмірде қайтем. Шын өмірде әрбір адам бойынша қандай іс-әрекетті қайталаймын. Бір адам келді, ең бірінші адам. Мен одан не істеймін? Қолымдағы ақшасы қанша, соны сұраймын. Дұрыс па? Демек, if деймін да, bills и нешеге тең. Нешеге тең болу, оның есептің шарты бойынша 3 қана жағдайы бар. Оның қолындағы ақша 5 доллар болуы мүмкін. Немесе else if 10 доллар болуы мүмкін. Else дей салсам болады, өйткені келесі 20 екені белгілі. Так, оны тексеріп жатты, қажет емес. Так, түсінікті. Bills тең 5. Егер менде 5 долларлық келген болса, бір адам, ол кезде мен еш уайымдамаймын, оған ешқандай сдача қайтарып қажет жоқ. Сразу 5 долларын қалтама алам. Вот қалтама алам деген сөзді енді кодқа айналдыруымыз керек. Демек біз мына жерде касса ашуымыз керек. Сосын кассада қалай? Супермаркеттерде қарасаңыз, кассада әр неге бөлек-бөлек ячейка құрып қояды. 200 теңгеліктері мына ячейкада, 100 теңгеліктері мында, 50 тиындықтар мында, 100-дық мында деген сияқты. Сөйтіп бөліп-бөліп қояды. Неге? Тезірек есептеу үшін, ыңғайлау үшін. Бізге де солай қажет. Шатаспау үшін, тезірек есептеу үшін 3 не ашып қоямыз. Кассаның ячейкасын ашып қоямыз. Біріншісі, так. Не деп айтам? Ячейка дегенде sell деп айтайын ба? Ең басында кассада бізде неше 5 теңгелік бар. Ешқандай жоқ. Біреу ақ, сосын 10 теңгеліктің ұяшығы онда да жоқ. Біреу ақ деппін ғой. 0. Екеуінде де 0. Бас жағында 0 болып тұрады. Так, енді менде ең бірінші вариантымыз, егер оны келген адамның қолындағы ақша 5 доллар болатын болса, не істеймін? Мына ячейкаға сап қоям. Біреуге арттырам сөйтіп, салдым, біреуге артты. Оны қысқаша плюс-плюс дей салсам болады. Екеуі бір ғой. Енді қарайым. Егер оның қолындағы ақша 5 доллар емес, 10 доллар болып қалса, шын өмірде не істеймін мен? 10 долларың бар екен, кассадан қарайым. Менде 0-ден үлкен ба деп ше? Сел 5 кіші немесе тең болса 0-ге, ол кезде мен не істеймін? Тең болса 0-ге. Кіші деген болмайды ғой. Так, 0 болып қалған, пустой болып қалса менде касса. Ол кезде мен return false дей салам.
өйткені қайтаратын 5 теңгелерім жоқ болып шықса. Егер олай болмай қалса не істеймін? Сел 5 минус деп біреуге азайтам. Сосын 10-ды біреуге көбейтем. Кассадағы 5 долларлығым азайды, 10 долларлығым біреуге көбейді. Жақсы. Енді қараймыз, 20 долларлық келіп қалған болса, ол кезде не істейміз? Негізі кассада майданы ұстап қалуға тырысады ғой. Сөйтеді, бірінші кезекте тексеретін нәрсесі 10 долларлық бар ма, жоқ па, соны тексереді. Егер де 10 долларлық бар болса, сосын жоқ болса не істейміз? Егер бар болса, біз сел 10 дегенде азайтамыз. Сосын қараймыз, 5 теңгелік бар ма екен деп. Жоқ болса, ол кезде false қайтарады екен ғой мен. Так, мына жерде кішкене соңынан автоматтандырып жібереміз, әуелі есеп шығара салайық. Мына жерде мен қарап тұрмын, қайталанған нәрсе бар екен. 5 долларлық жоқ болып қалса, return false. То есть мен сдача қайтаратын болсам, міндетті түрде 5 долларлық болу керек. 10 долларға қайтарсам да, 20-ға қайтарсам да. Сол үшін мына жерде тазалап жіберсек те болады екен. Кішкене тазалап жіберсек те болады екен. Так. Егер де код мына жерге келмесе, демек адамның қолындағы, кеп тұрған адамның қолындағы ақша не 10 доллар, не 20 доллар. Екеуіне де мен сдача қайтарым керек. Сдача қайтаратын 5 доллар қайтарсам да, 15 доллар қайтарсам да, менде кассада 5 доллар бар болу керек. Сол үшін мына шарт екеуіне де жарай береді. Егер кассада 5 долларлық жоқ болып қалса, сдача қайтаратын кезде, значит мен сдача қайтара алмаймын. Сол үшін мынау ортақ нәрсе да болды. Енді осыдан өтсе, демек менде кассада 5 долларлық бар екен. Жақсы. Енді ары қарай ойланайық. Так. Енді 10 долларлардың шаруасы бітті. Енді 20 долларда қараймыз. 20 долларда сәл ойланып алайық. Өйткені екі түрлі вариант қайтаруымызға болады ғой. Егер 10 долларлықта бар, 5 долларлықта бар болса, солай жасаған дұрыс. Егер 10 долларлық бар болатын болса, не істейміз? 10 долларлықты азайтамыз. Егер жоқ болатын болса, егер 10 долларлық жоқ болатын болса, бұл кезде біз қараймыз.
бес үшеуін береміз. Егер ол 3-тен тең немесе көп болатын болса, олай болмаса return false болу керек о. Егер сдача қайтара алмай қалатын $20 кеп тұр. Егер менде $10 бар болатын болса, $10 қайтарамын және $5 қайтарамын. Сөйтіп 15 қалды. Сосын егер $10 жоқ болатын болса, $5 нешеуі бар екенін санаймын. Егер үшеуден көп болатын болса, үшеуін қайтарам. Ал егер үшеуден кішкентай болып қалатын болса, значит мен сдача қайтара алмай қалдым деген сөз. Так, осылай жасаймын. Сөйтіп, for бітеді. Так, for қайда бітті? Осы жерден бітті. Сосын бүкіл адам таусылған болса, return true деймін. Запуск жасап көрейік. Жақсы. Дұрыс шықты. Басқа тесттерінде сразу қойып көрейік. 5-5-10 дейді. Мына жерде тест кейс дегенде басып, соның ішіне enter басып, келесі-келесілерін қоя берсек болады. Ана submitте баспай тұрып, әуелі тест кейстерді қайта-қайта тексеріп алған жақсы. Әсіресе нақаду бірдеңені өзгертіп отқан болсаңыз логиканы. Өте ұзақ ойланып кетті. Accepted дейді, дұрыс дейді. Дұрыс екен. Бопты. Енді submit қыламыз. Кеше мен осыны басқалардікінде зерттеп қарағам. Faster than 70-45 дейді, сосын less than 92-61 дейді. То есть үстіндегісі time complexity деп айтады екен. Уақыт бойынша қаншалықты жылдам орындалды. 100%-ға жақын болған сайын жақсы. То есть барлығынан сенікі жылдам орындалып тұр деген сөз ғой. Бірақ ол мына цифра оказывается андай не қылады екен. Шашайды екен, короче, сервер арасында қоғама. Тура менікіндей кодтар андай кейін адамдардымен салыстырған кезде либо өте жай орындайды, либо тез орындалады. Бірақ жалпы есепте дұрыс көрсетеді, жалпы есепте. Сосын кеше түнде деген емес, таңертең мен 5-6-ның кезінде шығарған кезде бүкіл жылдамдық 5-6% болды. 5%, 6%, 5%, 6% сондай болып тұрды менде. Faster than 5%, faster than 6% деп есептер. Бірақ кодта салыстырған кезде жұрт дәл менікіндей қылып шығарғандары болды, бірақ бас жағында жүрді. Содан кейін ескерте салайын деген ғой, егер сіздер не в то время запрос жасаған болсаңыздар, көңілдеріңіз түсіп қалмасын деп. Бопты. Тоқтық болған жоқ. Ең қызық нәрсесін айтып жіберейін. Details дегенде бүйтіп басасыздар. Басасыздар, сосын мына жерде қарайсыздар. Сіз қай жерде тұрсыз? Мына жерде тұрсын дейді. Сөйтіп, алдыңызда тұрған адамдардың несін басып қарайсыз. Жауаптарын ашып алып. Мыналар қалай есептеген деп өзіңіздікімен салыстырасыз. Өйткені бағана мен жазғаным енді оптимизированный емес болуы мүмкін ғой, әбден одан әлдеқайда әдемірек шығарған болуы мүмкін де басқалар. Солардың кодтарын қарап отырып, зерттеп отырып түсініп аласыз. Сосын мен мынандай нәрсе байқадым, жарайды оны бөлек басқа бір тақырыпта айтармын. Осымен бітті. Өстіп шұқылап кодтарыңызды жақсартып аласыздар. Мына алдыңғысын қараңыздар. Мысалға почти бірдей қылып жасаған осы кодты мысалы салыстырсаңыз, неге ол ана жерде жылдамдық бойынша мына жақта тұрғанын білмедім. Ұқсас та. Шығару жолымыз ұқсас. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздер де LeetCode видеолармен бөлісіп отырыңыздар.